Қайырлы күн достар, сіздермен қаламқас, келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Қазақтың әрбір дастарханында Наурыз мерекесінде жасалынатын Наурыз көженің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар. Наурыз көжеге 7 түрлі заттан жасалынады, яғни киелі 7 саннан қазақта ырымда бар. Алдымен осындай сүрленген жылқы еті, жылқының қазысы, тұз және де дақылдардан арпа, жүгері, бидай және де ең бастысы бізге құрт қажет болады. Осындай құрт керек болады және де азырақ қатық қажет, яғни айран. Алдымен етімізді жуып, қазанымызға салып қайнатып аламыз. Сосын қайнап тұрған суларымызды алып, дәнді дақылдарымыздың үстіне ыстық суды құйып шығамыз. Яғни 1-2 сағатқа бұқтырып қоямыз, беттерін жауып, барлығына ыстық су құямыз. Яғни бұлардың пісуі ұзақтау болғандықтан, етіміз піскенше осы уақыт аралығында дақылдарымыз суға бұқтырылып, жұмсарып қалады. Енді етіміз бір қайнап шыққаннан кейін бетіндегі көбіктерін осылай сүзгімен сүзіп тазалап аламыз. Себебі сорпамыз тұнық, әдемі болып шығу үшін бетіндегі көбіктерін алып отырамыз. Қайтара 2 рет аламыз. Мінекей етіміз қайнап шықты. 2 сағаттан кейін еттерімізді сүзіп аламыз. Жақсылап. Енді дәндеріміздің бетіндегі тарелкасын алып, сорпамызға саламыз. Салар алдын 1-2 ожау, яғни шөмішпен сорпа алып, құртымыздың үстіне құямыз. Құртымызды осы сорпаға езіп дайындайтын боламыз. Енді дақылдарымыздың барлығын рет-ретімен қазанымызға, сорпаға саламыз. Яғни үшеуінің пісу ұзақтығы бірдей болғандықтан, үшеуін бір уақытта салдым. Егер сіздерде үйлеріңізде бар заттан жасайтын болсаңыздар, яғни күріш, басқа да дақылдарды қолдансаңыздар, бұл дақылдардан кейін салғаныңыз дұрыс. Себебі күріш, тары деген жылдам, тез пісетін дән болғандықтан, езіліп кетпеу үшін кішкене кешірек саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. 7 түрлі затымыздың бірі тұз. Дәміне қарай өздеріңіздің жасап жатқан көжелеріңіздің мөлшеріне қарай саласыздар. Менде молырақ 8 литр жасап жатырмын. Енді құртымыздың үстіне сорпа құйды. Кішкене шанышқының көмегімен осылай майдалап езіп шығамыз құртымызды. Таза ауылдың құрты болғандықтан бұл көже өте дәмді шығады. Мінекей құртымызда езіп болды. Осындай қоймалжың зат болып шығады. Енді келесі кезекте етіміз бен қазымызды пышақтың көмегімен орташа көлемде, яғни бір келкі қылып турап шығамыз. Майдалау емес, ірілеу емес, орташа көлемде тураймыз. Осылай барлығын турап шығамыз. Наурыз көжеге негізі жылқының еті қолданған дұрыс. Басқа ірі қара малдардың етіне қарағанда жылқы еті дәмдірек болады. Енді көжеміз қайнап шықты. Осылай салқындату үшін үлкендеу ыдысқа құйдым. Енді үстіне құртымызды саламыз езілген. Бір араластырып аламыз жақсылап. Үстіне туралған еттерімізді саламыз. Және де жарты пиала айранымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Арасында кішкене іртіктер болып тұр. Бұл құрттың езілмей қалған бөліктері ештеңе қылмайды. Кішкене бір жарты сағат тұрған соң езіліп кетеді. Енді наурыз көжемізді ыдысымызға құйып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Өте дәмді. Бұл көжені жыл 12 ай бойы аңсап, мінекей наурыз айында жасайтын көже болғандықтан, бұны тойып ішіп алса, 1 жыл бойы тоқ жүреді екен. Осылай сіздерде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Алда келе жатқан 22 наурыз құтты болсын.
ақ мол болсын, дастарханымыз тек берекелді болсын. Сіздермен болған Қаламқас.